Енді сол тәжірибелік сабақты бастауымызға рұқсат етіңіз. Саламатсыз ба балалар? Саламатсыз. Сіздердің бүгінгі тәжірибелік сабағымыздың мақсаты қалқандарда автоматика құралдарын және аспаптарын жинау. Сіздердің бүгінгі мақсатыңыз кәсіптік дағдыға ие болу. Қандай кәсіптік дағдылар? Қалқандарға аспаптарды орнату және олардың арасындағы коммутациялық сымдарды орнату. Ол сендерге қай жерлерде қолданылады болашақта? Болашақта қоғамның бөлімшелері бар да, сол жерлерде ағызу дейтін автоматтандырылған топтық қондырғылар бар. Сол жерде әрбір ағызуда басқару штаттармен қалқандар орналасады. Сол басқару штаттарының ішінде осындай автоматика аспаптары орналасады. Автоматика сымдардың электромонтаждық жұмыстарын жасайсыздар. Енді қазір ең алдымен практикалық жұмысқа жазылмас бұрын сізге тапсырма беремін. Топ 2-ге бөлінесіздер. Әр топта бірдей тапсырма, бірдей схема. Бірінші бетінде электрлік принциптік схема бар. Екінші бетінде таблица соединения, то есть жалғану, сымдардың жалғану кестелері келтірілген. Осы кестеге қарап жинайсыздар. Және әрбір кестеде, мысалға әрбір жолда сымдардың маркалар жазылған. Әр сым қайдан барады және қайдан шығады. Сол қондырғылардың белгілері, маркалары келтірілген. Соған қарап жинайсыздар. Одан кейін оның артында бағалау критерийлері бар. Біз өндірістен тәлімгер сіздерге қарай жұмыстың сапасын бағалайды. Бағалау процесі мынадай критерийлер бойынша бағаланады. Бірінші, техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтауы. Екінші, жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру. Үшінші, уақыт нормасын сақтау. Төртінші, орындалған жұмыс сапасы. Жұмыс сапасына не кіреді? Қауіпсіздік үшін құрылғылар тетіктері, батырмалары бастапқы күйге орнатылмаған. Екінші, ұқыптылық сақталмаған. Яғни, мына жерде ұқыптылық болғанда әрбір сымдардың оқшауланбаған ұштары бекітілу керек, бос қалған ұштары көрінбеу керек. Және әрбір мына сымдардың топтамалары бір сызықтың бойымен жүру керек. Және мына әрбір аспаптар тақтаға белгіленген белгілері бар, соның үстіне орнатылады. Ауытқу болмау керек. Үшінші, жиналған схемада қателік бар. Схеманы тексереміз, соңында сол схемада қателік жіберілсе, онда -10 балл шегеріледі. Енді сіздерге техникалық қауіпсіздік шараларын айта кетейін қысқаша. Мысалға, сіздерде қазір мына құрылғыларды қолданасыздар. Қысқаштарды қолданған кезде, мына қысқаш кеспей жатса, қатты күшпен басуға болмайды. Ол қысқашты істен шығарасыздар. Ема? Келесі, отвертканы салған кезде үстінен қатты бұрап салмайсыздар. Жай ғана бұрап саласыздар. Ол қауіпсіз кетсе бір жерге. Қолдарыңызды жарақаттауымыз. Канцеляр пышақты алған кезде бұлай өзімізге қарай кеспейміз. Және бұлай саусақтың үстіне сымды қойып бұлай кеспейміз. Сымды ұстаймыз да жан-жағына айналып кесесіз. Изоляцияны шешетін болсаңыз. Одан кейін мынау. Изоляцияның ішін ашуға арналған қосымша құрылғы. Мына жерге сымыңызды орнатасыздар. Мынау кесетін жерін орналастырасыздар. Сымдардың ұшын 1 сантиметр қылсаңдар бар. 7 миллиметр қылсаңдар бар. Егер километрге орнататын болсаңдар. Ал мынадай релеге санатын болсаңдар, оған наконечник қолданасыңдар. Мынандай. Наконечникке ішіне изоляцияланбаған ұшын саласыздар да қысқашпен қысасыздар. Сосын бұны релеге жалғайсыңдар. Мен осылай қысқаша сіздерге жасалу жолын атап өттім. 2 топқа бөлінейік.
Формасы 11-ден 25 кетке бастадылар оқушылар. Қанша минуттан беріп тұрсың? Қанша минут беріп жатсың? Қанша минут беріп тұрсың? 25 минут беріп жатсың. 25 минут. Фатима. Шифтмен жалпы. Принципін, реалетов принципін сөйлеуге не үшін керек? Сен фотон шығып жатыр? Ғалия. 19 қалды.
Марсулка Медулаевна. Марсулка Медулаевна. Belki ortada dur. Dur, yürü. И прикрепляется.
Bayağı da Adamın değeri. Adamların değeri. фундамент бар ғой соған Yani balkonu boş. алтын метр алар қараймын тек фундаментті де саласыз заңынша үйте болмаса фундамент бар там өзіне алтын бар соған дейін шығарасыз сол максимум Жұмыс орнын дұрыс ұйымдастырмайды. сағынамыз Onlar kalem usta art mekanik Показ bir cemaat Орындарымызға тұрамыз. Осындай схемаларға жұмыс жасайсыздар. Монтаждау жұмыстарын осындай схемаларға қарап орындайсыздар. Көріп тұрсыздар ғой. Мына осы ойын цехында қолданылатын схемалардың бірі. Біздің жасап отқанымыз осы схеманың бір бөлшегі. Енді тәжірибе береді. Бағаның қорытындысын айтып кете қойыңыз. Bir tekstil. Biz boldan alıp sasam deyince bir neге жалпы терсіндердің жинауына қарағанда біздің схеманы толық жиналмай қалған уақыттың аздығы болған шығар. Жалпы схеманы жинағанда сапалы жинау үшін жерде жинағанда
1 сағат 1 сағат жарым уақыт кетеді негізінде. Ал мұны жалпы өндірісте жинау керек болды. 8 сағат талдау жинап қорытынды. 8 сағат уақыттарыңыз кетті. Сондықтан ол жерде мына жерде солда жинағандықтан 25 минут уақыт бергеніміз сіздерге қанша уақыттарың жетседі, қалай жетседі, қалай жұмыс барысын көру үшін де. Мүмкін сіздердің жинаған схемаларыңызда эксперттің сындарын жеткізуге жинақтап жерлеріңіз бар. Әрқайсыңыздан мына жерде мысалға мына схемада қарағанда мен көп қателік көрдім да. Жалпы жетіспей қалған жағынан қарасақ қателік көп болып кетеді. Жалпы жалғанбай қалғанның өзі көп. Мынада да сондай. Үшеуі бар. Жалғанбай қалғанда мына КТ деген реле временеден шыққан. Сонда неге указательный релеге жерден жалғамай кеткенсіздер, оны көрмей қалдыңыз ба, или байқамай қалдыңыз ба, білмеймін қалай, или жетіспей қалдыңыз ба, үлгермей қалған шығарсыңыз. Сондықтан арт жағын көп жалғамай кетсін, соңғы жақтарын басқа жақтары болады жалпы. Жалпы уақыт нормасы бойынша сіздерге аз берілді да уақыт. 25 минут аз берілді, иә. Уақытты көбірек бергенде мүмкін жететін боларсыздар. Жалпы сапа жағына келгенде жаңағыдай уақыттың тығыздығынан болар, жетіспей қалғандарың немесе байқамаған боларсыздар, үшін қосылмай қалған сымдарыңыз бар. Жалпы сіздерге берілген тапсырма бойынша балдардың саны қорытындыға келгенде Көктілеуова Жазира 85 балл, Қазыбаев Мұратбек 75, Сүгір Нұрмұхамбет 70 балл, Яқпаев 70 балл, Иманжол 82 балл, мына екінші топ бәрі 82 балдан алып отыр. Енді мен қорытындылап жүрейін. Мұнда бірінші бағалау критерийінде жұмыс орнын ұйымдастыруда. Жұмыс орнын ұйымдастырғанда, мысалға, балға сияқты, отвертка сияқты бұранда қысқаштарды оң жаққа орналастыру керек. Сым, клемниктерді сол жаққа орналастыру керек. Сондай жұмыс орнын ұйымдастыру жағынан қателік жіберілді, сондықтан бал шегерілді. Тағы ескеретін жайт. Техникалық қауіпсіздік жағынан жақсы қолдандыңыз, құралдарды уақыттың жетіспеушілігінен болар. Мына жерде сапасыз орындалған сымдар бар, міне да. Артығынан қалып қойған сымдар бірінші өлшеп алып, екі құрылғы мен клемниктің арасындағы расстояние өлшеп алып, сосын барып қию керек қалды. Содан кейін уақыт нормасы жаңа ағай айтқандай 1 сағат берілетін жұмыс негізі. Жалпы былай қарасақ, кішкене үлгермегендік екен, әлде сасқаныңыздан ба, кішкене қателік жіберіпсіздер азғантай. Бірақ 1 сағат берілсе, жинай алатын түріміз бар. Енді бағасы Көктілеуова Жазира 80 балл, Қазыбаев 70 балл, Сүгір 65, Қияқбаев 65, Иманжол 75, Жұмабаев 75, Қараев 80, Үмітбаев 82. Жалпы осымен тәжірибелік жұмыстар аяқталды деп айтсам болады. Осы тәжірибелік жұмысты орындау арқылы естеріңізге сақтады деген ойдан өндіріс орнына келген кезде осындай монтаждық жұмыстарды қолға алған қандай құралдар қолданылады, қандай ережелер сақталады. Мысалға, клемниктер мен аспаптардың үстінде атаулар жазып тұру керек. Әрбір сымдарға өлшемде болғандықтан біз оның өлшемдерін өзгерттік. Оның алдында да тақтайшаның алдына сызып, расстояниелерін қойып, содан кейін сіздер аппараттарды бекіттіңіздер, генераторларды бекіттіңіздер, қолданып үйрендіңіздер. Қанағаттанарлық осымен сабақ аяқталды.